Ұрыс бір болмашы нәрселерден басталады. Соның бірі бәлкім біздің бір жігіттердің табалдырықтан аттай сала тамақ дайын ба деп дігір салатынымызда деп ойлаймын. Табалдырықтан бір бісміллә деп оң аяқпен аттамайтынымызды мен білмеймін. Бірақ дереу бір дәмді астың иісі мұрнымызға келмесе, бір мұртымыз тікірейіп, ашулана бастайтынымыз бір анық қой. Жарайды, тамақ әзірлеу ол әйелдің міндеті. Сіз жұмыстан келетін уақытқа дайындауда бір оның шаруасына кіреді дейік. Бірақ кірген беттен дүрсе қоя беру біздің бір жалақа алатын бір жұмысымыз емес қой жігіттер. Әйеліңізде бір сіз сияқты жұмыс істеп, бір жағыңызға шығысып жүрген жан емес па? Сізден сәл ғана бұрын келіп, бір енді ғана мүмкін ошаққа от жаққан шығар. Әйтпесе, ол да бір жұмыстан сіз секілді шаршап келген шығар. Негізі жұбайларымызда азаматының майдақшадай бір әр жерге жұмсалғанымызды біздің қаламайды. Еркек деген атымызға сай ірі шаруалармен айналысқанымызды жақсы көреді. Мәселе бұл жердегі мен келдім деп міндетсінбеуде, әйелге бір төбесінен төмен қарай бір менсінбей қарамауда деп ойлаймын. Еркектің деп дүңкілдетіп кеуде соқпауда. Дүңкілдеген дыбысына қарап, кеудеңіздің ар жағы бір бос екен деп ойлап қаламыз әйтпесе. Қалжыңсыз айтар болсақ, аманатымыздағы қыз баласына қиянат қылмадық ба екен деп қатты ойлануымыз керек біз жігіттер. Өмір қайталанады, әділетсіздігіңіз әдемі-ақ алдыңыздан шығуы әбден мүмкін. Ертең сіздің қызыңыз да бой жетіп тұрмысқа шығады, Құдай қаласа. Бүгін сіз әйеліңіздің жүйкесін қалай жүндей түтсеңіз, ертең сіздің қызыңыздың да бір қанын ішетін күйеу боланы күте беріңіз.